Сәлеметсіздер ме достар, сәлеметсіздер ме тыңдарман қауым. Менің арнама қош келдіңіздер. Брайан Трейси. Мақсат. Үй құстары секілді адамның да мақсатқа жетуге деген қабілеті болады. Бірақ аяқ асты себепсіз бола кететін таңғажайыпсыз. Егер дұрыс әрі шынайы ойлана білсеңіз, істің шешімі өзі-ақ табылатын болады. Өйткені кибернетикалық механизмнің арқасында адамның ақыл санасы тереңнен қабылдап түсіне алады. Негізгі жетістік табыс адамға келмейді. Керісінше, сіз оған баруыңыз керексіз. Егер сіздің мақсатыңыз денсаулыққа, бақытқа толы керемет өмірді жасау болса, сіз оған қол жеткізе аласыз. Компьютер сияқты сенің де мақсатты іздеу тетігі субъективті емес. Кез келген нәрсеге қарамастан автоматты түрде жұмыс жасайды. Табиғат мақсатыңыздың көлеміне немесе ауқымына көңіл бөлмейді. Егер мақсатыңыз айтарлықтай үлкен болмаса, автоматты мақсатты механизмге немесе үлкен мақсатқа жету деңгейі төмен болады. Ал егер мақсатыңыздың айтарлықтай үлкен әрі ауқымдырақ болса, табиғи қабілет үлкен мақсаттарға жетуге мүмкіндік береді. Мақсат қоюда және оны іске асыруда үлкен көңіл бөлген дұрыс. Адамдар неге мақсат қоймайды? Жауабы мынау. Егер мақсат автоматты түрде орнатылса, неге тек бірнеше адам нақты, жазбаша, өлшенетін уақытқа байланысты мақсаттарға ие болады? Енді бұл үлкен құпияның бірі. Менің ойымша, адамдардың мақсат қоймауының 4 себебі бар. Бірінші, маңызды емес мақсат. Біріншіден, көптеген адамдар мақсаттың маңыздылығын түсінбейді. Егер мақсатсыз үйде дамитын болсаңыз, немесе мақсаты жоқ, тіпті ол туралы әңгіме қылмайтын топпен аралассаңыз, мақсат өмірге әсер етпейтіндей, жеңіл ойлы ересек адам боласыз. Айналаңызға қараңыз. Қаншама адамның, достарыңыздың, таныстарыңыздың, отбасы мүшелеріңіздің нақты мақсаты бар, және ол мақсат жолында қарекет жасауы қаншалықты маңызды. Екінші, мағынасын түсінбеу. Адамда мақсат болмауының екінші себебі өздері үшін бірінші орында не нәрсе екенін білмеу. Ең жаманы, мақсатым бар деп жүрген адамның өзінде шынында мақсаты жоқ. Яғни, бәріне ортақ бір қиял. Мақсат айқын, тілегі өзгеше нәрсе, яғни анық, шынайы, жазбаша нәрсе. Үшінші, сәтсіздіктің қорқынышы. Мақсат болмаудың үшінші себебі сәтсіздіктен қорқу. Сәтсіздік дегеніміз ауру деп айтқым келеді. Бұл эмоционалды түрде қаржылық тұрғыдан ауыр және алаңдаушылық болып табылады. Сәтсіздік барлығында болады. Әр нәрседен сабақ алу арқылы. Екінші, сол қатені қайталамауға тырысасың және алдағы уақытта сәтсіздік деген атауға жол бермеуге тырысыңыз. Бастапқы уақытта көбінде жолы болмау, қателік деген дүние көп болады. Қателік жасаудан қорықпаңыз, оны қайталаудан қорқыңыз. Төртінші, болмай қалады деген қорқыныш. Мақсат болмаудың төртінші себебі. Болмай қалады, іске аспай қалады деген қорқыныш. Алдымен сынға ұшыраудан, нәтижесіз табыссыз болып қалудан қорқады. Әр нәрседе барлығына айта бермейтін бір сыр болады. Барынша маңызды деген істеріңізді көбісіне жайып айта бермеңіз. Оларға ісіңізбен, соңында жеткен жетістігіңізбен дәлелдеңіз. 3% үлеске қосылыңыз. 1979 және 1989 жылдар аралығында Марк Маккормак «Не нәрсе сенде білім болмайды» атты кітабы Гарвардта бизнес мектептеріне зерттеу жүргізді. 1979 жылы МВА бағдарламасы бойынша Гарвард мектеп түлектері, болашаққа қандай жоспарыңыз бар, ендігі мақсатыңыз не деген сұраққа тек 3% ғана бітіруші түлектер мақсаты мен жоспарларын жазған. 13%-ның мақсаты бар, бірақ жазбаша түрде жазылмаған. Қалған 84%-ның мақсаты айқын емес. Олар үшін тезірек демалысқа шығып, тек қана демалу. Бірақ ең таңқаларлығы, Гарвардтан кеткеннен кейін нақты мақсаты бар және жазылған 3% бітірушілердің басқа 97% бітірушілермен салыстырғанда 2 есе
көп табыс тауып жетістікке жеткен. Жалғыз айырмашылық мақсатты айқындап алғаннан кейін ғана жұмыстарын бастағаны. Жол белгілерінің болмауы. Айқындылықтың маңыздылығын түсіну оңай. Елестетіп көріңіз, үлкен қаланың шетінде орналасқан белгілі бір бағытқа, яғни үй немесе кеңсеге жету үшін арнайы бағытпен көрсетілген. Бір өкініштісі, сіздің қолыңызда қаланың картасы және жол белгілері көрсетілмеген, ал 300-де сізге баратын жеріңіздің жалпы анықтамасы берілген. Енді сұрақ, арнайы жол белгілерінсіз, картасыз үйіңізді немесе жұмыс орныңызды тауып баруға қанша уақыт керек деп ойлайсыз? Жауап беріп көрейік, мүмкін сіздің бүкіл өміріңіз. Егер сіз таппасаңыз, бұл сәттілік болар еді. Әдетте, адамның көбісі саяхатты картасыз және баратын жерін алдын ала қарап, сол жақтың жағдайымен таныспайды. Бұл дегеніміз өмірді мақсатсыз, жоспарсыз бастау дегенді білдіреді. Шындығын айтқанда, жұрттан кембіз бе? Бізде барамыз, көреміз деген оймен бастайды. Егер адам өзіне қанағаттанбайтын жұмыспен 10-20 жыл жұмыс істейтін болса, ол болашаққа емес, кері қарай кетеді. Жай прогресс, келіспеушіліктер, көңілі толмау сынды жайттар орын алатын. Бар ойы үйіне тезірек қайтып, барып демалу, теледидар көру болып табылады. Шынайы бақыт мақсатты талап етеді. Эрл Соловейдің бір жазғанында бақыт дегеніміз лайықты идеал мен мақсатты прогрессивті түрде іске асыру. Алға қарай жылжу болғанда, қадам-қадаммен әрекет жасалғанда, маңызды дүниелер орындалған жағдайда нағыз бақытты сезініп, дүниеде сізден артық бақытты адам жоқ секілді сезінесіз. Логотерапияның негізін қалаушы Виктор Франклер адамның ең үлкен мұқтаждығын өмірдің мұраты мен маңызы халқында деп жазған болатын. Өмірдің мәнін жоғалтқан, мақсаты жоқ кісі бақытпен ілесе келген шаттық сезімін қоса жоғалтады. Бүгінгі күннің өзінде көптеген адамдар өзгерістен қорқады. Әрине, ол кез келген жағдайда орын алатын сезім. Дегенмен, мақсатты белгілеудің ең үлкен артықшылықтарының бірі қорқынышты жеңіп, өзгеруге, өзіңді басқаруға үйретеді. Адам маңызды іспен шұғылданғанда, өзі де маңызды тұлғаға айналады. Болашағын елестетіп, жеткен жетістігін сезінетін болса, өмірге деген құштарлығы әлемнің мәңгілігін дәйектейтін жан дүниесіне енгізгендей тірілмек. Грек философы Аристотельдің ең маңызды ілімдерінің бірі. Адам бұл теологиялық организм. Телос сөзі грек тілінде мақсат дегенді білдіреді. Аристотельдің қорытындысы бойынша барлық адамның әрекеті қандай да бір мақсатқа сай. Мысалға, жетістікке жеткізетін бір қадамды болсын, орындаған кезде бойыңызда қуаныш сезімін кернеп, бақытты сезінесіз. Енді сізге маңызды сұрақ. Сіз үшін өмірдің мәні не? Өмір сүрудегі мақсатыңыз не? Ақиқат барлық жерде. Әр адамның даралығы мен өзгешелігі азамат болмысының бөлшегі. Әркімнің туа бітті ерекше қасиеті болады. Мақсатты орнатуда, демек сіздің де соны іске асыра алатындай, орындай алатын күшіңіз болады. Ең басты инвестиция өзіңізге арнағаныңыз. Білімге, жауапкершілікке, дамуға аямау. Қабілетіңізді шыңдап, ой өрісіңізді кеңейту. Естуіміз бойынша орташа адам өз потенциалының тек 10% ғана пайдалана алады екен. Өкінішке орай, университет Стэнфордтың айтуы бойынша, орташа адамның шамамен 2% ғана психикалық әлеуеті жұмыс жасайды. Қалауды дамыту. Барлық мақсаттарға жетудің бастауы бұл қалау. Егер сіз шынымен жетістікке жеткіңіз келсе, мақсатқа деген қалауды, ниетті дамыту керек. Өзіндік бір күшпен тылсымның алға бастайтынына, жаңа бір серпіліс беретініне куә боласыз. Бір нәрсеге қол жеткізу үшін алдымен уақыт керек, соңында жемісін көру. Үлкен мұнай миллиардері Хан бір кездері жетістіктің негізгі құпиясы туралы сұрады. Ол табысқа тек екі нәрсенің керегін және екі нәрсенің талап ететінін қайталап айтты. Алдымен, ол сіз не керек екенін дәл білуіңіз керек. Ал көбісі осы тұрғыдан дұрыс шешім қабылдамайды. Екіншіден,
жетістіктің бағасын анықтау, яғни сөздің құнын қою. Уәде беріп, мойныңа алғасын соңына жеткізуге міндеттісің, және үнемі жұмысыңа тиянақты, ұқыпты бол. Бақыттың кілті: мақсаттарды орнату, оларға күнделікті жұмыс істеу, сайып келгенде оларға жету өмірдегі бақыттың кілті. Толық потенциалды ашу үшін тұрақты бір әдетті қалыптастыру керек. Нақты іспен көрсету арқылы жүйелі жұмыс дұрыс ойлана білсеңіз болғаны. Осы сәттен бастап басқарылатын зымыран сияқты организмді іздеуге ұмтылу керек. Өмірде ащының да, тұщының да, жақсының да, жаманның да дәмін татып көру керек. Шектен шықпай бәрін көріп сезінуге болады. Ең бастысы мақсатқа адалдықпен, таза еңбекпен жеткенде ғана қайырымы болатынын ұмытпаңыз. Қайғы келсе қарсы тұрыңыз. Қиындықтың барлығы уақытша екенін, әр істің бір қайырымы болатынын, тек жақсылықтың болатынына сеніңіз. Сіздермен бірге болған мен Қалампыр Абылайқызы. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір тастауды ұмытпаңыздар. Мен баршаңызға сәттілік тілеймін, бақыт тілеймін.